Сыр өңірінде барлық саладағы бастамалардан, қолға алынған жобалардан, олардың іске асу қарқынынан президентіміздің үкіметтің қолдауын анық көруге болады. Қызылорда қаласында 215 миллиард теңгеге қуаттылығы 240 мегаваттық жаңа жылу электр орталығы салынуда. Бүгінде Акса Energy Түрік компаниясы құрылысқа 115 миллиард теңгеден астам инвестиция салды. Орталық келер жылы қыркүйек айында ел игілігіне табысталады. Мемлекет басшысының қолдауымен аймағымыздағы құрылыс қарқын артып келеді. Облыс аудан орталықтарында ғана емес, ауылдарда да сәулетті ғимараттар, түзу көшелер, нақтылай айтсақ 123 миллиард 400 миллион теңгеге 81 әлеуметтік нысан бой көтеруде. 58 миллиард 900 миллион теңгеге 332 мың шаршы метр 452 көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүргізілді. Биылғы жылдың өзінде біз қазір 1000-ның үстінде пәтер кілттерін ел игілігіне табыстадық. Міне биыл аудандарда 700-дің үстінде осындай кезекте тұрған азаматтарды үймен қамтамасыз ететін боламыз. Соның ішінде Қазалы ауданында 744 пәтер ел игілігіне табысталатын болады. Бүгін міне соның қазір алғашқыларын табысталғалы отырмыз өздеріңізбен бірге.